Бұл Уоррен Баффет, әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Berkshire Hathaway атты басқаратын компанияның арқасында. Негізінде бұл басқа көптеген компанияларды иелік ететін холдингтік компания. Geico, Dairy Queen, BNSF темір жолы, басқа компаниялардың акциялары мысалы Apple мен Coca-Cola сияқты. Егер бұл компаниялар жақсы нәтижелер көрсетіп акциялары көтерілсе, Berkshire Hathaway акциялары да қымбаттайды. 1965 жылы Баффет компанияны қабылдаған кезде бір акцияның бағасы $19 болатын. Бүгінде оның құны шамамен $500 миллион. Бұл акциялардың 240 мыңға жуығы Баффетке тиесілі. Міне, оның байлығы осында. Бірақ ол өзі атап көрсеткендей, Уоррен Баффет қазірге дейін өзінің хатшысына қарағанда төмен салық мөлшерлемесін төлейді. Ол салықты менен 2 есе көп төлейді. Бұл меніңше ақылға қонымсыз. Мұның себебі екеуінің әртүрлі салық төлеуінде. Хатшысы жалақысына байланысты табыс салығын төлесе, Баффет көбіне өзінің сатылған акциясынан түсетін ақшалай бөлігінен төлейді. Ал бұл мөлшерлеменің айырмашылығы 2 есеге жуық. Байлар расында да салыстырмалы түрде аз салық төлейді. ақш-та бай американдықтар мен басқалардың арасындағы айырмашылық өсіп келеді. Ал соңғы 40 жылда байлардың салықтан кейінгі табысы 400%-дан асты. Ал орта таптың табысы 50%-ға ғана өсті. Бұл адамдардың ақша табуы бұл адамдардың ақша табуынан мүлдем өзгеше. Және оларға бірдей салық салынбайды. Мен күнкөріс үшін жұмыс жасайтын және де мен сияқты көп ақша табатын адамдарға қарағанда аз салық төлеймін. Бұл Моррис, ол Уолл-стритте жұмыс істеген. Қазір ол зейнеткер. Қор нарығына салған көптеген инвестицияларының есебінен өмір сүруде. Менде Amazon және Apple компанияларының акциялары бар. Ол әдеттегі жағдайы жақсы бай адамның бірі. Алайда ол ақшасын өзі сияқты бай адамдардың көбірек салық төлеуіне жұмсауда. Мен біздің бизнесі сауда жасай алатын орта топ өкілдері көп елде тұрғым келеді. Көптеген адамдардың қалыпты жұмысы бар. Олар жалақы алады және 10-нан 37%-ға дейін табыс салығын төлейді. Бірақ Моррис сияқты адамдар кірістерінің көп бөлігін инвестициядан алады. Әдетте ақшалар мен жылжымайтын мүліктер. Бұл инвестицияларға ақшалай табысына қарай салық салынады және ұзақ мерзімді акциялардың максималды салығы 20% ғана. Мен жақында кейбір акцияларды $400 мың саттым, ал оның салығы шамамен $50 мың болды. Бірақ бұл $50 мың жылына $400 мың алатын жұмысы бар кез келген адам төлейтін салықтан әлде қайда аз. Оның байлығының көп бөлігіне тіпті салық та салынбайды. Моррис немесе Баффет сияқты адамдар өздерінің акцияларының арқасында соншалықты көп ақшаға ие. Бірақ бұл ұстай алатын, жұмсалатын, салық салынатын ақша емес. Мен қор портфолиосына қарап, вау, биыл мен $1 миллион табыс таптым деп айта аламын. Бірақ бұл менің салық төлеуім керек дегенді білдірмейді. Себебі біздің жүйе бірдеңе сатқан кезде ғана салық төлеуге негізделген. Amazonның Джефф Безосы Америкадағы ең бай адам. Amazon акциясының арқасында мүлдем салық төлемейді десе де болады. Біз оның байлығын осындай деп бағалаймыз. Бірақ оны ақшаға айналдырмағанша ешқашан салық салынбайды. Ал айналдырса, ақшалай кірісіне қарай салық салынады. Бұл миллиардерлердің қағаз жүзінде көп ақшаға ие болып, шындығында аз салық төлеуінің бір жолы. Кейбір миллиардерлер, мысалы Илон Маск, өз акцияларына несие алып, сол қаражатпен күн көре алады. Яғни өмір сүру үшін акцияларын сатудың қажеті жоқ. Бұл дегеніміз сатылым жоқ, салық та жоқ. Шындығында, сіз миллиардер болсаңыз, сізге ешқандай табыс қажет емес. Сондай-ақ, ақша табысы салынғанда үлкен саңылау бар. Оны байлар күшейтілген негіз деп атайды. Егер Уоррен Баффет өз акцияларын сататын болса, өзінің пайдасына қарай ақша табысы салығын төлеуі керек еді. Яғни қазіргі акция құны азайтылған бастапқы инвестиция. Бірақ егер өмірінің соңына дейін сатпай қайтыс болғаннан кейін мұрагер сатуды ұйғарса, мұра ретінде қалғаннан тапқан пайдасы бойынша ғана салық төлейді. Бұл бастапқы табысты салықсыз қалдыру деген сөз. Бұл сатып ал, қарыз бол, өл деп аталатынның бір бөлігі және ең бай отбасылардың салық төлеуден жалтаруының бір жолы. Халық санының 1%-ын құрайтын байлардың ең көп салық төлейтіндігінен, заң шығарушылар табысқа салынатын салықты өзгертуді байларға салық салудың ең оңай әдісі деп санайды. Президент Байден күшейтілген негіз саңылауын салықтың максималды мөлшерлемесін 20%-дан 39.6%-ға дейін ұлғайту арқылы жабуды ұсынды. Бірақ бұл жылына $1 миллион астам табыс табатындарға ғана тиесілі.
Сыншылар адамдардың қор нарығына инвестиция салуына бұғат болуы мүмкін дейді, немесе қазіргі миллионерлердің акцияларын аз сатуына әкеп соғады дейді. Бірақ өзгеріс енгізер болса, есептеулерге сүйенсек, 10 жыл ішінде 200-ден 400 миллиард долларға дейін көп салықтық кіріс әкеледі. Сонымен қатар Баффет өзінің хатшысына жақын мөлшерде салық төлейтінін білдіреді. Бірақ бұл іске асырылмаған ақша әлі де салықсыз қалады. Жүйені әділ ету үшін біз жасай алатын көп нәрсе бар. Біз байлыққа салық салуымызға, немесе қор нарығындағы табысқа салық салуымызға да болады. Көптеген американдықтар ауқатты адамдардың өз үлесін төлемейтініне алаңдайды. Табысқа салынатын салықты өзгерту мәселені шеше алмаса да, заңгерлер бастаманың дұрыс бағытта жүргізіліп жатқанын алға тартады. Біздің жүйе байларды одан әрі байытады, ал басқаларына мүлдем назар аудармайды. Құрметті IQ-дің көрермендері, сіздердің арқаларыңызда біз жақында осы жобамызға инвестициялық көмек ұтып алдық. Сол себепті болашақта жобадан көптеген жаңалықтар мен өзгерістер күтіңіздер. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.